Бізде қандай да бір дене бар болсын, және де осы дененің массасын m-ға тең деп алайық. Және де көріп отырғанымыздай, бұл дене бізде көлбеу жазықтық үстінде орналасқан. Енді осы денеге әрекет етуші күштерді қарастыратын болсақ, ең бірінші әрекет етуші күш бұл гравитациялық күші болып табылады. Және де гравитациялық күші тік төмен қарай бағытталған. Және де біз білетініміздей, осы гравитациялық күші бізде тең болатын еді осы дене массасының еркін түсу үдеуіне көбейтіндісіне. Және де осы денемізге әрекет ететін тағы бір күш бұл нормаль күші болып табылады. Осы жағдай үшін біз нормаль күшін гравитациялық күшке қарама-қарсы бағытталады деп айтсақ, ол қате болып табылады. Өйткені біз білетініміздей, нормаль күші барлық уақытта жазықтыққа перпендикуляр бағытта әрекет ететін. Әрі қарай біз осы гравитациялық күшін екі құраушыға жіктеп қарастырайық. Бірінші құраушысы осы көлбеу жазықтыққа перпендикуляр бағытта болады. Яғни оның бағыты осылай болып келеді. Және де бұл құраушысын біз F гравитациялық, бұны перпендикуляр екендігін көрсету үшін оның қасына тағы да индекс ретінде перпендикуляр белгісін қосып қоямыз. Ал гравитациялық күштің тағы бір құраушысы айтып кеткенімдей, осы көлбеу жазықтыққа параллель бағытталады. Яғни ол бізде келесідей бағытта көрсетіледі. Оны да біз көрсетіп жазып қоямыз. Яғни F гравитациялық күші параллель бағытталған. Енді әрі қарай геометриядан үшбұрыштарға байланысты заңдылықтарды еске түсіретін болсақ, бізде бұл үлкен тікбұрышты үшбұрышқа ұқсас болып тұр. Және де оның осы қабырғасы бізде тік бұрышы болып табылады, және де ол 90 градусқа тең. Яғни бұның біз 90 градусқа тең екендігін көрсетіп қоямыз. Ал жалпы үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысының 180 градусқа тең екендігін ескеретін болсақ, бұл сүйір бұрышы теттаға тең, бұл бұрышы 90 градусқа тең болса, жалпы үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 болу үшін, осы бұрыш менде 90 градус алынған тетта болып табылады. Яғни 90 градустан осы тетта бұрышын алып тастайтын болсақ, осы бұрыштың мәні шығады деген сөз. Және де тригонометрияға байланысты тағы да келесідей бір теорема бар. Сол теореманы еске түсіріп көрейік. Ол теоремаға сәйкес бізде былай болатын. Егер бізде параллель екі түзу бар болатын болса, осы параллель екі түзуге тағы да біз көлбеу үшінші бір түзуді оларды қиып өтетіндей етіп жіберетін болсақ, онда осы жағдайдағы пайда болған бірінші осы бұрыш және оған айқыш жатқан осы екінші бұрыш, бұл екі бұрыш бір-біріне тең болады, және де бұл тригонометрияда айқыш бұрыштар деп аталады. Енді біз осы теореманы өзіміздің мысалымызға келіп қолданатын болсақ, біздің жағдайымызда да параллель екі түзуді табуға болады. Бұл біздегі бірінші параллель түзу, және де осы түзуге параллель жатқан екінші параллель түзуіміз, ол бізде осы гравитациялық күшті көрсететін төмен бағытталған түзу болып табылады. Яғни бұл осы түзу. Енді біздің жағдайымыздағы осы үшбұрыштың гипотенузасы болып табылатын қабырғасы осы екі параллель түзуді қиып өтетін көлденең жатқан түзуге ұқсас болып келеді. Сондықтан да біз осы жердегі пайда болған екі айқыш бұрыштың бір-біріне тең екендігін білеміз. Бұл жердегі бірінші айқыш бұрыш 90 минус теттаға тең, ол бізде көрсетілген. Яғни бұл бұрыш бізде мысалдағыдай көрсететін болсақ, ол бізде осы жерде орналасқан, және де бұл бұрыштың мәні де 90 алынған теттаға тең болады екен. Және де бұл бұрыш бізде жазықтыққа перпендикуляр болғандықтан 90 градусқа тең болады. Енді осы пайда болған кішігірім үшбұрыштың төбесінде жатқан бұрышты, яғни осы бұрышты анықтап көрейік. Оны анықтау үшін мен келесідей теңдеулерді жазсам болады. Осы бұрышты мен қазірше белгісіз деп есептеп, оны x деп көрсетейін. X болсын. Және де біз білетініміздей, үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 болатын болса, онда осы үшеуін қосып, бұны 180 градусқа теңестіремін. Яғни x қосылған сүйір бұрышы менде анықтап кеткенімдей, ол 90 алынған теттаға тең. Және де тік бұрышы ол 90 градусқа тең. Оны да қосылған 90 деп жазамыз.
Осының барлығы менде 180-ге тең болу керек. Осы жерден біз байқаймыз, 90 мен 90 180 болады да, ол мына 180-нен алынып, бұлардың барлығы былайша айтқанда қысқарып кетеді. Қалғанын теріп жазатын болсақ, x минус тетта тең болады, 180 кетіп қалды, оның орнында 0 қалды. Осы жерден x бұрышын анықтар болсақ, минус тетта теңдіктің оң жағына плюс болып өтеді, яғни бұл x бізде теттаға тең болады екен. Сондықтан мына жерге мен көрсетемін. Мендегі белгісіз бұрыштың мәні ол тетта арқылы анықталынады. Және де біз оны осы үлкен үшбұрыштан да көз жеткізіп отырмыз. Үлкен бұрыштың 90 градусына қарсы жатқан бұрыш теттаға тең болса, біздің жағдайымызда да тура сондай тетта бұрышының бар екендігін анықтадық. Әрі қарай біз тригонометрияға байланысты базалық білімімізді қолдана отырып, осы гравитациялық күштің перпендикуляр және де параллель құраушыларын анықтап көрелік. Ол үшін ең бірінші осы параллель орналасқан гравитациялық күшті сипаттайтын түзуді біз төменгі жаққа алып келіп көшірсек болады. Яғни жоғарыда орналасқан түзу бізде ол төменгі алып келсек, ол бізде осылай қарай бағытталған болады. Және де бұл да параллель орналасқан гравитациялық күштің құраушысы болып есептелінеді. Енді осы жерде көріп отырғанымыздай бізде бір тік бұрышты үшбұрыш пайда болды. Осы тік бұрышты үшбұрыштың бізде тік жатқан қабырғасының ролінде тұрған гравитациялық күштің перпендикуляр құраушысы болып табылады. Оны анықтау үшін біз келесідей теореманы қолданамыз. Бұл қабырға бізде тетта бұрышына қарсы жатқан катет болып тұр. Сондықтан бізде келесідей теорема бар. Іргелес жатқан катет, яғни ол деп отырғанымыз гравитациялық күштің перпендикуляр құраушысы. Және осы гравитациялық күштің перпендикуляр құраушысының гипотенузаға қатынасы. Бұл жағдайда гипотенузаның рөлінде осы қабырға тұр. Және де бұл қабырға бізде гравитациялық күшке тең. Және де гравитациялық күштің mg арқылы анықталатынын ескерсек, осыны мен mg-ға бөлетін болсам, бұл бізде осы бұрыштың косинусын береді, яғни косинус теттаға тең болады. Енді осы жерден гравитациялық күштің перпендикуляр құраушысын анықтар болсақ, F гравитациялық бізде тең болады. Масса көбейтілген еркін түсу үдеуі. Және де осыны біз тағы да көбейтеміз. Косинус тетта бұрышына. Енді әрі қарай осы гравитациялық күштің параллель құраушысын анықтайық. Оны да осыған ұқсас ереже арқылы есептейміз. Бұл жағдайдағы біздегі гравитациялық күштің параллель құраушысы қарсы жатқан катеттің ролінде тұр. Бізде келесідей теорема бар. Қарсы жатқан катеттің, яғни F гравитациялық параллельдің гипотенузаға қатынасы. Гипотенуза бізде mg-ға тең. Бұл қатынас бізде тең болады осы бұрыштың синусына, яғни синус теттаға тең болады екен. Осы жерден өзімізге қажетті гравитациялық күштің параллель құраушысын анықтар болсақ, F гравитациялық параллель бізде тең болады mg көбейтілген синус теттаға. Яғни біз өзіміз табу қажет болған гравитациялық күштің параллель құраушысын және де гравитациялық күштің перпендикуляр құраушыларын біз анықтай алдық. Енді біз осы мысалға байланысты келесідей бір қорытынды шығарсақ болады. Егер осы жердегі көлбеу жазықтықты пайда болғызып тұрған тетта бұрышын біз 0 градус деп қарастыратын болсақ, яғни бұл көлбеу жазықтық емес, жалпақ жазықтық болатын болса, осы жағдайда денеге әрекет етуші гравитациялық күштің барлығы перпендикуляр бағытта ғана әрекет етуші еді. Оны біз осы анықтаған формуладан қарап көз жеткізсек те болады. Егер мен мысалға косинус теттаның орнына 0-ді қоятын болсам, косинус 0 градустың 1-ге тең екендігін ескерсек, онда косинус тетта бізде барлығы 1-ге тең болып кетеді. Гравитациялық күштің мәні тек қана mg-дан тұрады. Яғни тетта 0 градус болған жағдайда
гравитациялық күштің барлығы осы тек перпендикуляр құраушыны ғана сипаттайтын болар еді. Ал егер осы гравитациялық күштің параллель құраушысына қарайтын болсақ, бұл жердегі синус тетта бұрышының орнына біз 0-ді қоятын болсақ, синус 0 градустан 0-ге тең екендігін ескеретін болсақ, 0-ды mg-ға көбейтсек, бұл жерде барлығы 0 болып кетеді да, гравитациялық күштің параллель құраушысы 0-ге айналады. Бұл деп отырғанымыз, мен басында айтып кеткенімдей, егер тетта бұрышы 0 градус болатын болса, онда бізде тек гравитациялық күштің перпендикуляр құраушысы осы гравитациялық күштің барлық мәнін өзіне қабылдайды да, ал параллель құраушысы толықтай 0-ге айналып кетеді. Енді сіздер қай жағдайда синус бұрышы немесе қай жағдайда косинус бұрышы қолданылатындығын ұмытып қалатын болсаңыздар, осы мысалды еске түсірсеңіздер болады. Яғни бізде параллель құраушысы болған жағдайда бізде әрдайым синус бұрышы қолданылады екен, және де ол синус 0-дегі мәні 0 болып кетеді. Ал перпендикуляр құраушысы бізде әрдайым косинус бұрышына тең болады. Өйткені косинустың 0 градустағы мәні бізде 1-ді береді. Осы заңдылықтарды есте сақтап алсақ, айтып кеткенде қандай жағдайда синус бұрышы немесе қандай жағдайда косинус бұрышы қолданылатындығын біз оңай еске сақтай алады екенбіз.